Сізді менің каналымнан көргеніме өте қуаныштымын. Каналыма қош келдіңіз. Видеом өте қызықты. Соңына дейін видеомда көре отырыңыздар. Осындай үлкен көлемде дайындалатын чизбургер дайындайтын боламыз. Балдарыңызға, яғни отбасыңызға жететін өте керемет чизбургер жасайтын боламыз. Ең алдыменен біз қамырымызды дайындап аламыз, яғни оны ашытатын боламыз. Бізге аздаған сүт, жылы болу керек, суымызды құямыз, оның үстінен 3 ас қасықта сұйық майымызды құямыз, 1 шай қасықта тұз және 1 шай қасық шекер саламыз, және де 1 шай қасық ашытқы және кішкене ғана салдым, кішкене қосымша етіп, және оның барлығын жақсылап араластырып жіберіп, ұнымызды салып отырып, жұмсақ әдемі қамыр еліп, яғни қамырымызды ашытатын боламыз. Видеомды көре отырып, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Менің каналымнан көптеген өздеріңізге ұнаған рецепттерді, тәттілер, салаттар, тамақтар, неше түрлі пісіріктердің рецепттерін таба алатын боласыздар, және де қолжетімді, оңай дайындалатын рецепттер барлығы да. Яғни, мінекей ұнымызды осылай бөліп отырып салатын боламыз. Ұнымыз әркімдікі әрқалай шығады, сол үшін мен описание бөліміне жазып кетемін, қанша салатын. Сол бойынша плюс-минусын қосып алып салсаңыздар болады. Енді қамырымызды әдемілеп елеп болдық. Енді оның үстіне кішкене қалған сұйық майымызды жағамыз, және де 1-2 рет осылай қолымызбенен араластырып жібереміз, және де оны біраз уақытқа, яғни 20-25 минутқа жылы орынға бетін жауып қалдырамыз. Өзі ашып, әдемі болып көтерілетін болады. Қамырымыз дайын болғанша біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ең алдыменен табамызға сары май немесе сұйық май құйсаңыздар болады. Құйып ертіп аламыз сары майымызды. Мен сары май қолдандым. Және де тартылған еттен салып, пияздан бастап салып қуырамыз. Яғни фаршпенен дайындалады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осылай 1 рет болсын жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнайды деп ойлаймын. Пиязымызды міне жерде 2 дана пияз орташа. Яғни оны ұзыншалап осылай турап аламыз, жіңішкелеп. Енді майымызбенен қызарғанша біраз жақсылап қуырып алатын боламыз. Біраз қуырылған пиязымыздың үстінен бізде тартылған етімізді саламыз. Кез келген үйлеріңізде бар етті қолдансаңыздар болады. Сиыр етінен жасалған, немесе жылқы, қой еттерінен жасалған осындай тартылған ет болса болады. Енді оның үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз, мөлшерлеп отырып, және де жақсылап қуырып алатын боламыз. Су шыққанша, яғни әдемі етіп қуырып аласыздар. Осындай дайын болды. Дайын болған фаршымызды өшіріп, суытуға қалдырамыз. Енді бізде осындай тұздалған қиярды дөңгелекше етіп турап алатын боламыз. Көресіздер, 3-еу жетіп жатса, 3-еуін жетпей қалса, тағы да қосып турап жіберсеңіздер болады. Мінекей қамырымыз ашып дайын болды. Енді қамырымызды кішкене ұн сеуіп отырып түсіріп аламыз. Және де 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бізде біреуі кішкене бөлік болу қажет, яғни ол бетін жапқанға қолданатын боламыз. Мінекей бөліп алдық. Енді оларды дөңгелектеп солай етіп дайындап қоямыз. Үлкен бөлігімізді осылай қолменен жайсаңыздар да болады. Осындай жұмсақ қамыр болады. Немесе жаңағы оқтаудың көмегімен жайып дайындап алсаңыздар болады. Яғни духовка пештеріңіздің жаңағы мөлшеріне қарай жайып аласыздар. Яғни формаларыңыздың мөлшеріне қарай осылай жайып аламыз, дөңгелектеп жұқалап.
және де осылай шеттеріне міндетті түрде осылай кішкене көтеріңкіреп қамырымызды қойып шығыңыздар. Өйткені қазір салмасын салған кезде қамырымыз түсіп кетіп, яғни салманың үстінен неғылып өтуі мүмкін. Сол үшін неге осылай толықтай етіп шеттерін тұрғызып аламыз, және де оның үстінен салмамызды салатын боламыз. Егер де суы шығып тұрған болса, қуырылған еттеріңіздің суын құймайсыздар. Сол кезде мына құрғақтай болу керек. Сол кезде қатты суланып, суы шығып кетпейтін болады. Міндетті түрде суын алып қалыңыздар. Етіміздің салмамызды барлығын толықтай салып болдық. Енді оның үстінен кез келген кетчупты осылай құйып шығасыздар. Ащы болмауын қадағалаңыздар. Ащы болмасын. Балдарға онша ұнамауы мүмкін. Сол себепті осындай тек қана кетчупты жағып шығамыз, тегістеп. Неге көрінісі де жасалуы оңай және дәмі өте керемет болып шығады. Отбасыңда барлығына толықтай жететін болады деп ойлаймын. Яғни балдардың тойып жейтін асы болып шықты. Жағып болдық. Енді оның үстінен туралған қиярларымызды тізіп қойып шығатын боламыз. Менде осындай сырды қолдандым. Қаласаңыздар күштен өткізіп, майдалап, көбірек қалыңдау етіп салып шықсаңыздар да болады. Неге мендегі осылай чизбургерге арналған осындай дайын сыр. Толықтай бетін жауып шығамыз, және де қамырымыздың шеттерін ортасына қарай, яғни ашылып кетпеуі қажет. Сол үшін осылай қамырымызды ортасына қарай барынша жеткенінше осылай жауып шығатын боламыз. Келесі бізде алып қалған кішкене қамырымызды оқтауымызбен кішкене жұқалау етіп жайып аламыз, және де жаңағы салмамыздың, яғни үстінен жауып әдемілеп қоямыз. Сол кезде толықтай беті жабылып, яғни бір көрінісінен мясной пирогқа да ұқсап кетеді, бірақ та бұның дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Шет-шеттерін осылай қолымызбенен біріктіріп, өріп шықсаңыздар да болады қалауларыңыз бойынша. Мен осылай біріктіріп отырдым. Толықтай барлық жерін жақсылап жабыстырып шығыңыздар. Өйткені ашыған қамыр болғандықтан пешке қойғаннан соң көтеріліп кетуі мүмкін. Жақсылап жауып алдық. Енді оның үстін жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті араластырып жіберіп, толықтай бетіне жағып шығамыз, және де бетіне толықтай күнжұрут сеуіп шықсаңыздар болады. Әркімнің пеші әрқалай, сол үшін градусын өздеріңіз торлап қойсаңыздар болады. Яғни қатты градус қажет емес. Менде 250 градуста 20-30 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте керемет, сырты қытырлаған, сондай тәбет-ташарлық болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады екен. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзей асханасы. Алда көптеген керемет рецептерді менен күтіңіздер.